Assalamualaikum менің YouTube kanalımдағы көрермендерім. Міне тауық қорама келсем, тауықтарым көңілді. Өйткені бұлардың тамақтары қазір бидайды бұқтырып, қайнатып беріп жатырмын. Міне тамақтары тоқ. Енді мына жақта ұя жақтарын көрейік. Міне Аллаға шүкір, мына жерде жұмыртқа басыпты. Мына жақта ұясында да жұмыртқа жатыр міне. Мына жақта ұясында жұмыртқа басып жатыр. Аллаға шүкір. Тауықтарым бұйырғанын беріп жатыр. Өзі көп те тауық емес. Айналдырған 13 тауық, 2 қоразым бар. Әтешім. Енді Алла бұйыртса, осылардың санын көбейтем ба деген ойым бар. Тауық қорамның іші жылы. Қазір міне үнемі қосылып тұрған жоқ. Менде обогреватель, бірақ өз уақытымен қосылады, уақытымен сөнеді. +5, +10 ұстап тұрады. Қазір міне +5-ке тақау. Енді 10-ға дейін барады. Содан кейін сөнеді. Содан 0-ге түскенге дейін сөнеді, қайта 10-ға көтерілгенге дейін істеп тұрады. Тамаша терморегуляторымен. Содан кейінгі бір жаңалығым мынау тауық қорамның ішінен екінші есік салдым міне. Мынау менің екінші есігім. Өзім жасап салдым. Қазір ашып көрсетейік. Ар жағындағы есік жай ағаш есік болатын. Міне екінші есігім. Бұны екі жағын толықтай бекітіп, ортасына пеноплекс салдым. Тамаша шықты, өте жылы. Қазір енді екі есікпен көп қатты салқындай қоймайды. Барлықтарыңызға істеп жатқан істіліктеріңіз сәтті болсын. Бағып жатқан құстарыңыз бала шағаларыңыздың игілігіне бұйырсын.